Мысалға күнделікке кіремін, күнделік. Логин паролімізді тереміз. Осы жерден КТП деп, мысалға 8А-ны толтырайын. 8А. Осы жерден өзімнің немді, информатикамды, мысалға публикация жасалған, соны снять етем. Мына жерде сынып деп таңдау керек. Көкті басып кірем, снять ету үшін. Сосын мына жерден снять с публикация деп снять етем. Сосын добавить тему деп ары қарай тақырыптарды толтырамын. Жоспарын ашып алайын. Осы жерден копировать етіп қоямын. Мысалы 290 5 ноябрь. 5 ноябрьда бар. Мына жерге қойдым. Датаны 5 ноябрьда таңдаймын. 5-11 деп осы жерде қателеспеуіміз керек біз. Келесі 9 сабақ па? Мына жерде де 9 сабақ болу керек. Мысалы 12 ноябрь. Ставить 12 ноябрь қоямыз. 12 ноябрь сохранить, добавить тему. Мына жерде мына 10 сабақ, мына 11 сабақ. Перный тақта. Копировать. Перный тақта. Ол 19 ноябрь. Ставить. Так, 19 болсын. Келесі 26 ноябрь болады. Сохранить. Сосын 26 ноябрь. Компьютер күнделікті өмірде қолдану. Мысалы 26 ноябрь. Сохранить. Жұмыс үстелі. 3 декабрь. Праздникқа түспеген бұл 90-да. Сондықтан подряд 3 декабрь. Праздникқа түссем, жерге 2 сызықша қойып, праздниктің тақырыбын осы жерге жазасыздар. Келесі бізде қай число болды? 3 декабрь. 3 декабрь таңдайсыздар. 3 декабрь. Сохранить. Добавить тему. 3 декабрь. Келесі 10 декабрь. Мынаны толтырып шықтым. Енді опубликовать деп басамын. Опубликовать, распределить. Осыны жазамыз. Сосын весь код деп тұр. Осы жерден весь код таңдаймыз. Сосын далее. Барлық галочка болу керек. Міндетті түрде содан кейін алыста түсіп далее дейміз. Содан кейін распределить. И КТП түсті. Енді осыны тексеру үшін күнделікке қайта кіреміз. Мына бізде расписание шығып тұр. Осы жерде мысалға 8А-ны тексереміз. Журналға кіріп. Открыть новой страницы. Журналы предметы деп. Тақырыптар шығып тұр. Егер шықпай тұрса, демек бір жерде қате жібергенсіздер. Міне 290-да шығып тұр, 490-да шығып тұр. Барлық 90 шығып тұр.